Жуалы ауданы нөмір 27 Дихан орта мектебі. Бұл мектеп жаңа құрылыс, мектеп директорының орынбасары. Аты жөніңіз? Бақытгүл Батырханқызы. Бақытгүл Батырханқызы. Осы 27 мектепте қанша бала оқиды? Жалпы оқушы сыйымдылығы 180 орынға арналған бізде. Қазіргі таңда 163 оқушы оқиды. Бір ауысымда ғой? Жоқ, екі ауысымда. Екі ауысымда оқиды. 1-ден 11-ге дейін толық орта мектеппіз ғой. Қанша бала тегін тамақпен қамтамасыз етілген? Жалпы 100 оқушы бізде тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Бастауышы қанша? Түске дейін 54 оқушы. Біз бөлінеді, екі сменгеше, екі ауысымға бөлінеді. Түске дейін 54 оқушы оқиды да, түс қайта 46 оқушы оқиды. Сода жалпы 100 бала. Жалпы 100 бала тамақтанады бізде. Жүріңіз, енді камералар қай жерде орналасқан? Бізде камералар салыңыз ба? Бізде камера 14 камерамыз бар. Мына жерде жүріңіз, көрсетейік, Ау? Соуға қанша қосылған? Соңға бұл қосылған еді? Соң емес, соуға. Полиция бөліміне. Полиция бөліміне бұны біз орнатылады. Енді орнатылады ма? Біреу? Мынау аналоговый болды да, ол цифровойға қосылады екен. Соны уточнить етуге кетті. Кеп қосады. Қалған 14 камера барлығы жасап тұр. Асханаға барайық. Асханаға барайық. Жүріңіздер. Бізде асхана 60 орынға шақталған, негізі 60 оқушыға, барлығы жаңа. Саламатсыздар ма? 22-ші жылы келеміз. Биыл 3-ші оқу жылы. Білемін, болдым ғой. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Кім, ИП кім? Поставщик? Құшақбаева ма? Мынау бүгін тамақ қоя. Көңіл-күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Көңіл-күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Айлықтарыңыз қалай? Жақсы беріп жатыр ма, дұрыс беріп жатыр ма? Өйткені сіздер көңіл-күйсіз болсаңыздар, тамақ дәмсіз болады. Тамақ дәм болмағаннан кейін бала тамақты ішпейді, оның бәрі ысырап болады. Сол үшін бірінші неден бастау керек? Жақсы көңіл-күймен бастау керек. Рахмет. Енді ары қарай әжетхананы көрсетсеңіздер. Рахмет, сау болыңыз. Мынау қызметкерлердің әжетханасы. Бұл қызметкерлердің оқушылардың әжетханасы. Осы бөлек ма? Бөлек қой. Бөлек. Қанша точка негізі? Әжетхана ма? 2-ші этажда тура осындай ғой. 3-ші этажда бір бетінде бар. Болды ма? Этажда бар, иә. Сыртта әжетхана жоқ. Жаңа мектеп болғаннан кейін сыртқа әжетхана керек емес, қажет емес. Әр әжетхананың тұсына мынандай қауіпсіздік құярын қойып қойған, біз барлық әжетхананың тұсында болады. Рахмет. 27-ші мектептеміз. Ары қарай Жуалы ауданын жалғастырамыз.